Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін Әл-Фараби мектеп-лицейінде жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер бойынша облыстық семинар өткізгелі жатырмыз. Бұл семинардың негізгі мақсаты жаратылыстану пәндерінің сабақтарында оқушыларға стандартты емес әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы жаратылыстану сауаттылықтарын арттыру. Бұл семинарымыз облыстық болып жатыр. Өйткені бізде әдістемелік орталықпен бірлесіп қаладан ауылға деген жобаға кірісіп жатырмыз осы жылы. Соның негізінде Шқалақын ауданынан 3 мектептің мұғалімдерін осы семинарға шақырып отырмыз. Ол Ғалым Малдыбаев атындағы Жаңа жол орта мектебі, Бірлік негізгі мектебі және Ақсу негізгі мектептері. Осы мектептерден жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер мұғалімдері де семинарға қатысып, өз тәжірибелерімен бөлісіп отыр. Семинарымызда 30-дан астам ұстаздар қатысып отыр бүгінгі күні. Семинарымыз бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім жаңа тәжірибелер алаңы, екінші негізгі сабақтар беріледі. Және де үшінші тәжірибелі мұғалімдер шеберлік сынып өткізетін болады. Сондықтан осы семинарға сәттілік тілейміз бәрімізге. Әл-Фараби мектебіне қош келдіңіздер. Бүгін біздің мектебімізде облыстық жаратылыстану нақты пәндер семинары өтіп жатыр. Яғни біз Әл-Фараби мектебінің физика, математика, химия, биология, география пәндері мұғалімдері ашық сабақтар, шеберлік сыныптар өткізейін деп жатырмыз. Өз тәжірибемізбен бөліскіміз келеді және басқа да мектептердің облыс мұғалімдерінің тәжірибесімен алмасқымыз келеді. Қолымыздан келгенше балалардың сауаттылығын арттыру үшін, олардың ой-өрісін дамыту үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді, стандарт емес әдіс-тәсілдерді қолданамыз сабақта. Сонымен өз тәжірибемізбен бөліскіміз келеді және басқа мұғалімдердің тәжірибе алмасқымыз келеді. Семинарымызға сәттілік тілеймін.